Мама, қараңызшы, осы суреттерді жазушылар жазады ма? Жоқ, балам, суреттерді суретшілер салады. Оларда иллюстратор деп атайды. Керемет екен. Мен де иллюстрация туралы білгім келеді. Біздің қаламызда Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі бар. Сол музейдің ішінде суретшілердің 5000-нан астам картиналарының түпнұсқасы орналасқан. Сол музейге барып, иллюстраторлар туралы біліп, олардың картинасын көруімізге болады. Тіпті өзімізде кітап жасауымызға болады. О, күшті екен. Онда музейге тезірек барайықшы. Кеттік. Сәлеметсіздер ме музейіміздің жас достары. Бүгін біз өздеріңізбен иллюстрация сөзімен жақынырақ танысамыз. Сіз кітапты кейіндесіз. Көз алдыңызда түрлі атаулары мен мұқабалары, жасылды қызылды көздің жауын алған кітаптар қаз-қатар тізбектеліп тұр. Кезек-кезек кітаптарды парақтағанда көзімізге бірінші шалынатыны оның ішіндегі суреттері. Иллюстрация дегеніміз көркем шығарманың мазмұны мен стиліне бағынып, мәтінді бейнелі түрде ашатын, сонымен бірге кітапты безендіретін, оның декоративті құрылымын байытатын сурет. Иллюстрацияның шығу тарихы өте ерте заманда жатыр. Біздің эрамызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтағы Египет папирустарынан иллюстрация жасаудың элементтерін көруге болады. Алғашқы кітаптардың формасы түтікше тәрізді оралған. Кейіннен қағаз ойлап табылғанға дейін хат жазу құралы ретінде пергамент, яғни жоғары дәрежеде сұрыпталған жануардың терісінен жасалған материалды қолданған. Осы орамаларға гректер мен римдіктер иллюстрация жасады. Біздің эрамыздың басында Европа жерінде формасы жағынан қазіргі кітаптарға ұқсас кітаптар шыға бастады. Ол кітаптың санын көбейту үшін қолмен жазды. Ол көп күш пен ұзақ уақытты қажет етті. Біртіндеп кітап жасаудың алғашқы мамандары пайда болып, оларды иллюстратор деп атады. Алғаш басылып шыққан кітаптар 8 ғасыр басында Қытайда, 14 ғасыр аяғында Европа жерінде пайда болды. Ол гравюра техникасында жүзеге асты. Ертегі кейіпкерлеріне иллюстрация жасау әлемнің түпкір-түпкіріндегі балалар әдебиетін жазушылардың ерен еңбегінен басталды. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер музей қорында балалар әдебиетіне арналып салынған өте көп жұмыстар бар. Қанша жылдар өтсе де, олар өзінің өзектілігін жоймай, одан әрі құны арта түсуде. Ендігі кезекте өздеріңізді музейімізге онлайн саяхат жасауға шақырамыз. Балалар әдебиеті иллюстрациясының классигіне айналған кітап және станоктық график, кескіндемеші плакатист Владимир Васильевич Лебедев. Лебедев өз мамандығының нағыз шебері еді. Ол балаларға арналған шығармаларындағы кейіпкерлердің сыртқы сұлбасына ғана емес, ішкі мінезіне де көп мән беріп, кейіпкерлерді аша білетін. Суретші өз сөзінде бала күнгі ойыншықтарының сол қалпында сақталғанына қуанатындығын және жұмыс істеу барысында соларға жиі назар аударатындығын еске алатын. Яғни, бала үшін өз ойыншықтарының маңызы зор және олардың болашақта баланың қиялына қанат бітіретіндігін байқаймыз. Лебедевке кеңес заманының балалар кітабының реформаторы болып бұйырды. Автордың суреттері бар алғашқы кітаптар Радуга баспасында жарық көрді. 1920 жылдардың ортасында Деткиз мемлекеттік баспа үйінің Ленинград бөлімшесін басқарып, жанына үздік суретшілер мен жазушылар жинап, оларды тәрбиеледі. Бұл шығармашылық ортада Лебедев мектебінің көрнекті өкілдері қалыптасып, 20 ғасырдың үздік кітап иллюстрациясының шығуына негіз болды. Васнецов Юрий Алексеевич, станоктық және кітап графигі, кескіндемеші. Мен иллюстрация жасаған уақытымда бармайтын, баспайтын жерім жоқ. Көркемөнер академиясын аяқтағаннан кейін
Мені балаларға арналған кітаптар қызықтыра бастады. Сол кезеңге Владимир Васильевич Лебедев осы саладағы мықты шеберлердің бірі болған еді. Мен алғаш мақтау естірмін деген үмітпен жұмыстарымды оған көрсеткенімде бәрі керісінше болды. Салым суға кетіп, ауылыма оралып, отар-отар қойлар, табын-табын сиырлар, үйір-үйір жылқылардың ортасына тұрып алып, нобайлар сыздым. Майлы бояумен пейзаждар салдым. Материалдар жинақтау үшін көп оқып, музейлерді аралап қайтатынмын. Күзге салым жаңа жұмыстарымды Лебедевке әкелгенімде, міне, мынауың енді дұрыс болды деп Карабашты ұсынды. Алғаш мен балалар кітабына осылай келген едім. Автолитографияны үйреткені үшін, үнемі жол көрсетіп отыратындығы үшін біздер, яғни шәкірттері, Лебедевке алғысымыз шексіз. Мен 7 жасымнан суретке құмарттым. Үй пештеріне, өз бөлмеме, ертегі стилінде сурет салып, кеш, спектакль, қойылымдарға декорациялар жасап жүрдім. Балалық шағымда анам мен бала қараушы апайым көптеген кітаптар, ертегілер оқып беретін. Сөйтіп, ертегі менің ішіме еніп кетті. Әр жұмыс басталмас бұрын жан-жақты зерттеуден өтеді. Мысалы, бауырсақ ертегісін салдым. Ешқай жерде бауырсақ қысты күні қыдырып жүр деп айтылмаған. Ал мен солай ойлап таптым. Ол терезеден емес, кіреберіс бөлмеден домалады деп ойладым. Егер жаз мезгілі болса, бауырсақ терезеден шыққан болар еді, деді орыс балалар әдебиеті иллюстрациясының королі Васнецов Юрий Алексеевич. Аты әлемге әйгілі Ганс Христиан Андерсен балаларға арнап 185 ертегіні жарыққа келген екен. Солардың ішінде көпке танымал болған Шошқа бағушы атты ертегісіне иллюстрация жасаған суретші Добужинский Мстислав Валерьянович. Ол өзіндік болмысымен өзгеден ерекшеленетін станоктық картиналар авторы, белгілі орыс графигі, театр суретшісі. Бүкіл ғұмырын өнерін арнап, Санкт-Петербург, Мюнхен, Литва, Англия, Париж, Америка құрама штаттарында тұрып, мәдениет саласына орасан зор еңбегін сіңірді. Кітап иллюстрациясы бойынша автордың Шошқа бағушы жұмысы 1917 жылы ең қызықты иллюстрация деп мойындалды. Алдарыңыздағы көріністе суретші акварель бояуын қолдана отырып, картинаға жеңілдік сыйлаған. Туш пен перо салған штрихтар арқылы кейіпкерлердің мінез құлықтарын жақсы көрсетеді. Әсіресе ханзаданың сыйға берген бұлбұл құсын менсінбей, кербездене тұрған сұлбасын дөп түсіп бейнелеген. Егер кітап бетіндегі иллюстрацияларға назар аударсаңыздар, ертегіні бірден есте сақтап қалу оңай. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін шалқан ертегісін біледі. Осы ертегінің иллюстрациясын салушы суретші Кузнецов Иван Александрович. Суретші ертегі иллюстрациясына қажырлы жұмыстар атқарды. Жұмысқа дайындық барысында ауқымды этнографиялық материалдар жинақтап, табиғатты, салт-дәстүрлерді, кейіпкерлердің ерекшеліктерін бүге-шігесіне дейін зерттеді. Әрине, оның жанына жақыны орыс ертегілер еді. Әр шығармасында халықтың еңбекқорлығын, жақынына деген сүйіспеншілігін жеткізуге тырысқан. Суретшінің гуси-лебеди, сестрица Аленушка и братец Иванушка, козел стеклянные глаза, золотые рога тәрізді жұқа кітапшалары әлі күнге дейін аға буынның жадында сақтаулы. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, дарынды суретші график, иллюстратор, плакатшы Константин Баранов Яковлевич Қазақстан графикасының дамуына айтарлықтай зор үлесін қосты. Шебердің ұлттық мәдениетке деген қызығушылығы қазақ халқының ертегілеріндегі суреттерінде терең және айқын көрінді. Ол қозы көрпеш баян сұлу, қазақтың батырлық дастаны, қазақ және ұйғыр ертегілері жинақтарын
1916 жыл өлеңдер жинағын Сәбит Мұқановтың Ботагөз романын безендірді. Анималистика жанрында орындаған жұмыстары адамзаттың жануарларға деген махаббат сезімін одан ары арттырғандай. Шығармаларының жарқын және қанық бояулары, жылы түстері барлығы ертегідегідей. Кейіпкерлерінің көптігіне қарамастан, суретші әр детальға жете мән беріп, ештеңені көзден қалт жібермеген. Олардың кескін келбеттері, қозғалыстары, мінез құлықтары бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Барановтың картиналарын тамашалай отырып, ойыңа ерекше бір шабыт жинап, бірден сиқырлы әлемнің тұңғиығына еніп кете бересің. Бүгін баршамыз балалық шақтың бал базарына саяхат жасай отырып, кітап бетіндегі кейіпкерлерге жан бітіргендей болдық. Өзімізге ұнамдысын таңдап алдық. Әрқайсымыз өз қиялымызда ертегі ойлап тапқан болармыз. Көрерменіне ғажайып көңіл күй сыйлаған музей қорындағы суретшілердің еңбектеріне алғысымызды айта отырып, ары қарай осы тақырыпта шеберлік сабағымызды тамашалауға шақырамыз. Ерте ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп, баршамызға бала күнімізде аға әжелеріміз, ана әкелеріміз ертегі оқып берген болар. Сол ертегілерді тыңдаған кезде құлағымыз ертегіде болса, көзіміз сол кітаптардың ішіндегі тамаша иллюстрацияларды көрген болармыз. Ал енді бүгін Дарико екеміз иллюстрацияны өз кітабымызға жасауға тырысып көреміз. Солай ма, Дарико? Дайынбыз ба? Жақсы, олай болса біздің міне алдымызда ақ парақ бар. Осындай ақ парақты дайындап аламыз. Оның бетіне қарындашпен сурет саламыз. Және де акварель техникасында жұмыс жасаймыз. Қане, ненің суретін салсақ болады? Шырша. Жақсы, шыршаның суретін салуды бастайық. Ал Дарико, өзіңнің салған иллюстрацияңды біздің көрермендерге көрсете ғой. Жақсы, біз бүгін акварель техникасында кітабымызға иллюстрация жасадық. Құрметті біздің кішкентай көрермендеріміз, Дариконың қыз-қызықтары атты жасаған кітабы дайын болды. Бірінші бетіне мұқабасы деп атайды кітаптың. Келесіде тақырыбы жазылған, автордың аты жөні және шыққан қаласы немесе ауылы, оның астында жылы орналасқан. Келесі бетінде мазмұны, ол жерде кітаптың ішіндегі жазылған тақырыптары мен беттері орналасқан. Келесіде міне қызықты суреттеріміз, Дарико? Бірнеше жасап салынған. Қалай, саған ұнады ма? Маған өте ұнады. Ал сен сурет салуды неше жасыңнан бастадың? 3 жасыңнан. Ал сенің үйіңде біреу сурет сала ма? Менің апайым, тағы да сіңілім. Барлығың отырып бірге сурет салғаннан атасыңдар, Достар, егер сіздерді кітапқа иллюстрация салу қызықтырған болса, еркін тақырыпта өздеріңізде жасап көріңіздер. Жұмыстарыңызды өз Инстаграм желілеріңізде жариялап,
Езоровтар сайтын белгілеулеріңізге болады. 1 маусым балалар күніне орай ең мықты иллюстрациялардан жеңімпаздарды арнайы сыйлықтармен марапаттаймыз. Баршаңызды атсалысып қатысуға шақырамыз. Айдарымызда келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.